Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Мелмесая, менің каналыма қош келдіңдер, және бүгін менің каналымда тағы да жаңа рубрика болады. Кеше мен сообществоға салған болатынмын, мен қандай видео түсірейін деп, сонда сендер сұрақ жауап түсетіңдер. Және бүгін мен сол сұрақ жауапты түсірейін деп отырмын, бірақ қызықсыз болмау үшін. Мен былай сендерге қазір өзім повседневный макияжымды солай айтсақ болады көрсететін боламын, бірақ бұл кейбіреуіне тым андай яркий болып көрінуі мүмкін. Бұлай мен негізі күнде боянбаймын. Бірақ боянсам осылай боянамын. Бірінші мен өзім қасымнан бастаймын. Осындай жай щетканы аламын, содан қасымды тарай бастаймын. Маған қазір кішкене боянуға қиын болады, өйткені мына жерде айна жоқ. Тек қана осындай мен өзім легендарный айнам бар. Соған қарап бір нәрсе істейтін боламын. Және бірінші сұрақтан сразу бастайық. Сендер менен сұраған болатынсыңдар. Сенің қасың терілген бе деп. Ол сұраққа мен негізі жауап бердім, иә деп. Бірақ қазір подробнее айтқым келеді. Осы қасымды мен недавно ғана жұлдырттым. Негізі өзім жұлдым. Өзім тердім, жұлдым. Тиктокта маска бар ғой. Осы қасымның формасын өзі дайындап беретін. Соған қарап тұрып, соны қолданып тұрып, мен үстіп қарандашпен сызған болатынмын. Содан өзім пинцетті алдым да, теріп тастадым. Вроде ровно, бірақ слишком қысқа болып қалды. Менің ойымша. Слишком қысқа дегенде менің өзім қасым формасы мынандай да. Мына жерден былай басталып келе жатады да, былай кетіп қалады ары қарай. Ал маған осындай ровный қастарын айтты. Сондықтан асты жақтарын қиып тастағаннан кейін, теріп тастағаннан кейін осылай көрінеді. Негізі нормально, жүре беруге болады осылай да. Обычно мен осылай қасымды бояймын. Негізі менің өзіме больше андай тонкий и длинные брови ұнайды, которые корейский макияжда болады ғой обычно. Сол мүмкін в будущем сондай қас істетемін өзіме. Мне уже разница білінеді. Вроде қасым бітті, иә. Қас кішкене түзеп жүрем, содан болды. Көргендерінде мен тоналка, база, тағы ештеңе жақпаймын. Мен даже крем да жақпаймын, өйткені менің кожам өте жирный. Бірінші осы енді макияж істемес бұрын мен умывалкамен жуып алдым. Негізі менің аудиториям осы ASMR түсіргеннен кейін үлкейді. Мысалы менде 370 подписчик болып тұрған. ASMR түсіргеннен кейін 452 уже. Мысалы мен тырысам, видео түсіремін, монтировать етемін, және сондағы сендердің отдачаларың маған өте күшті мотивация береді. Ары қарай видео түсіруге, каналымды дамытуға. Соған мен сендерге алғысым шексіз. Және сендерге күннен күнге более качественный контент істеуге тырысатын боламын. Бірақ әрине маған көбісі ASMR түсірші тағы деп анау деп жатады ASMR туралы. Бірақ мен ASMR-ды жай андай эксперимент сияқты түсірген болатынмын. Ойламадым бұлай қатты көп отдача болады деп. Негізі мен осылай ары қарай да ASMR түсіре беріп, аудитория жинап алуыма болады, бірақ ішімнен түсінем, ASMR это не мое. Бірақ это не значит, что мен ASMR түсірмей кетем деп болды. Менің каналымда бір сондай рубрика болады. Мен бұны айтып жатқан себебім, көбісі енді ойлауы мүмкін, болды мен ары қарай тек қана ASMR түсіремін, ASMR үшін маған тіркеледі. Бірақ мен сразу айтам, менің контентім тек қана ASMR болып кетпейді. Бальзам жағып алайын ерніме. Мен ернім өте сухой, сондықтан оған көзімді боямас бұрын бальзам жағып қоям, кішкене увлажняться етіп тұрсын деп. Мен негізі кірпігімді боямаймын, тек қана өстіп жай ғана дей салам. Өзімен де кішкене қайралып тұрады да. Туш қолданған маған особо ұнамайды. Егер тек қана водостойкий болмаса. Бұлай да жақсы шығар, бірақ маған осылай астыдан корейский сияқты мешок істеген ұнайды. Осылай шығып жатыр. Енді мен стрелки жасайтын болам. Мен стрелкиді тағы да карандашпен жасаймын, өйткені маған стрелкиді подводкамен жасау неудобно. Оның ұшы слишком осындай да, маған мен салу ұнамайды, маған қатты болған ұнайды. Келесі сұрақ, мен 9-дан кейін оқуға қайда түстім деген сияқты болған. Мен 9-дан кейін колледжге көшіп кеттім. Сөйтіп мен Астана халықаралық университетінің педагогикалық колледжіне түстім. Өзбер айттым. Және қандай мамандыққа десеңдер, қандай пән таңдадым десеңдер, мен ағылшын пәнін таңдадым. Өйткені ағылшын маған кішкентай кезімнен ұнайды, кішкентай кезімнен анам мені ағылшынның курстарына апаратын. Өзіме бүкіл сабақтардан ағылшынды оқыған
оңайырақ болды да. Содан кейін ағылшынды таңдадым және мамандығым ағылшын мұғалімі. Мұғалімдік профессияның мүмкіндіктері көп. Ал насчет университета мен колледждан кейін университетке барам деп отырмын, енді высший алам деп. Қазір солай айтып отырмын, енді көреміз, мүмкін бір нәрсе өзгереді, мүмкін өзгермейді, және қайда түсем, ол туралы әлі ойлағым келмейді. Өйткені әлі мен 3 жылым бар колледжда оқитын. Мен түсіріп едім ғой видео, где мен 24 сағат ағылшынша сөйледім. Сол видеоның астына мен сұраған болатынсыңдар, ағылшынды қайдан үйрендің деп. Үйренгенім туралы видео түсіре аласың ба деп. Бірақ мен ондай видео навряд ли түсірем. Может, ағылшынды до конца advancedқа барғанда мүмкін түсіретін шығармын. Өйткені мен көбінесе курстарға баратынмын. Және қазір мен pre-intermediate бітіріп тастағанмын. И сонымен жүрмін әлі. Бір стрелка дайын, где-то осылай шығады. Енді екінші жағын тура солай істеу керек. Қазір енді немного қиналамыз. Вроде дайын. Надеюсь, екеуі өзі бірдей. Енді біз ерінге көшеміз. Карандаш аламыз. Мен ерінді карандашпен бояйын. Вот. Содан кейін осындай помада аламыз. Ол қызыл помада. Көбісі тинтті ішкі жағына жағады ғой, мен осы қызыл помаданы жаға салам. Сұрақтарды негізі былай бітті. Ал егер тағы да осындай сұрақ жауап қаласаңдар, онда комментарийға өздерінің сұрақтарыңды қойып кетіңдер. Байқағандарында мен асты жақты бояғанда кішкене контурдан шығам, ал үстіңгі жағын тура солай қылып бояйын. Сонымен қатар самый последний сұрақ болған. Сонда сұрадыңдар, қаншадасың деп. Мен қазір 15-темін. Ал осы жылдың, осы 2023 жылдың 8 февралында мен 16-ға толамын бұйырса. Вот мен бояйым ғой, ішкі жағы всегда боямайды. Міне бояп болдым. Енді жаңағы помадан аламыз. Уже аз қалған. И ішкі жақтарына жағамыз. И осылай растушевать етеміз. Осымен негізімен макияжым бітті. Сендерге видеоның осындай форматы ұнай ма? Комментарийға жазып кетіңдер. Егер ASMR қаласаңдар, қандай ASMR қалайсыңдар, соны да жазып кетіңдер. Болды, енді мен шығуға дайынмын. Даланы өтірік айтам, ешқайда шыққалы жатқан жоқпын. Просто осы видео үшін бояндым. Менің шашым тоқтанып тұр. Осымен видео аяқталды. Сендерге ұнады деген ойдамын. Солай болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңдар. Ал сендермен болған мен Мелмисая. Сау болыңдар.